мына ағаштар дейін деп жатыр. Мына 8-ге 6. Кеше кесіп қой дегенім ғой. Обручетка 8-ге 6. Мына жерде 4-ке 4 бар. Даже 1000-жарымнан кестіруге айтсақ та. Бағасын. Состояниясы міне. Идеально. Сазына зеленка. 8-ге 6. Ар жағында 9-ға 8. 15-ге 5 зеленка бар сасына. Мына жерде елка бар, елка 10-ға 5. Елка дейді мынандай болады, қарайып істеп азып тозып кетеді, былтырғы алдыңғы жылға қарастырып ұқсап. Міне, состояниясы идеально, басап тиіп жатыр. Ешқандай минус жоқ, ешқандай. Қайсы выгодный болады дейсің, агатқа соққан ба, әлде неге соққан ба? Агат выгодный болады, мамын шығып кетсең де? Иә. Агат бар, бер жағында не бар, киви бар. Любой біреуіне соқасың да? Киви. Агатын тыныш қуатын. Я любой біреуіне соқасың да, қайдым қолара бар ғой. Соны аласың. Бір бір. Новый вер, бұлар. Не? Арзандар бар. Фирма ғой. Бір пайдаланып сөйтін. Қарай, қазір. Телефон соғып айта ғой. Или ала қойшы, келгеннен кейін доставканың бәрін бере қоярын. Не брат? 6-ға 8-ің. Сасына зеленка дейтін сорт ең жоғарғы біздерге келіп жатқан жақсы сорттың бірі. Чем елкаға, асенаға, сухосойға қарағанда. Әр ағашты тиеген сайын сапасын, размерін, конкретно нақты өлшемін конкретно айтып тұратын болам, Алла қаласа. Қызықтырған сұрақтар болса қойсаңдар болады, проблема жоқ. Түсіндірген проблема жоқ. Қандай есептеп беру, қандай үй болса, нешеден үй болса, бәрін есептеп беру болады, проблема жоқ. Чертежің болса болды. Міне брат кетті, 65 штугын. Міне сынық шірік алып тіземіз айттым ғой, сынығын алып тастадық ішіндегі. Мына обрешетка идеальный состояние. 4-ке 4. 5-ке 5 деп айтылады, конкретно размер 4-ке 4. Состояние идеально, ешқандай минус жоқ.